Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге педиатр Жұлдыз, және бүгінгі тақырыбымыз баладағы тырысулар, судороги. Бүкіл ата-аналардың қорқынышы, әрине ол баласында тырысуларды көру және қалай көмектесерін білмейді. Осы тақырыпта айта кететін боламын және қалай көмектесеміз баламызға. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісе отырыңыздар комментарийда. Тырысулар жиі жағдайда балада температура өте жоғары деңгейге жеткенде пайда болады. Яғни дер кезінде градусникпен өлшеп, дер кезінде қызуды түсіретін дәрілерді бермегенде пайда болады. Баланың миы көтере алмай, үлкен ыстық температураның денесіндегі тырысулармен реакциямен ответ қайтарады. Жоғары температурада фонында пайда болған тырысуларды фибрильді тырысулар деп атаймыз. Ол қалайша көрінеді? Көп жағдайда баланың жасы 6 айдан 5 жасқа дейінгі аралықта жиі кездеседі. Өте жоғары қызба кезінде баланың бүкіл денесі тырысып құрысады. Шамамен алғанда 15 минут немесе 10 минутқа дейін созылуы мүмкін. Және бұл жерде маңыздысы балада болған дейін ешқандай тырысулар болмаған. Еске алу керек. Баланың неврологиялық аурулары жоқ. Диспансерлік учетта дәрігерде тұрмайды. Диагноздармен жаңағы эпилепсия деген диагнозмен тұрмайды. ДЦП, менингит, энцефалит деген диагноздармен диспансерлік учетта тұрмайды. Қазір мен сіздерге тәжірибелік кеңестер айта кететін боламын. Біріншісі, балада тырысу құрысуды байқаған болсаңыз, жарақаттың алдын алу керекпіз. Баланы жұмсақ жерге жатқызу керекпіз. Айналасындағы үшкір заттардан аулақ ұстау керекпіз. Және қатты заттардан алшақ ұстаймыз баланы. Және сол жақ бүйіріне жатқыза аударып қоямыз баланы. Және басын фиксировать етіп қоямыз. Бір жерге бұрып, сол жақ бетіне бұрып қоямыз. Және 103-ті шақырамыз. Сол моментте бала сол қырымен жатады, сіз аяқ қолын ұстап отырасыз және күтеміз. Тырысудың біткенін күтеміз. Екіншісі, ең маңызды жағдай, аузына тұншығып қалады деп саусағымызды, қасықты, салфетка, шүберектер тықпаймыз. Қолымызды салмаймыз. Олай сіз баланың жақ сүйегін жарақаттайсыз және тіс сүйектерін, тісін де жарақаттап аласыз. Және осы орайда зерттеу жұмыстары керек пе деген сұрақ туады. Дәлелді медицина тұрғысында Medscape не дейді екен айта кетейін. Бірінші, әдетте ешқандай зерттеу жұмыстары керек емес. Екінші, тырысу 12 айға дейінгі балаларда бактериялы менингит диагнозына күдіктенген кезде ғана жон сұйықтығынан пункция алу ұсынылған. Үшінші кезекте электроэнцефалограмма оңды-солды тағайындай бермейді дәрігерлер. Дәлелді медицина тұрғысында да оны дәлелдеген электроэнцефалографияны да оңды-солды тағайындамайды. Оны тек қана температурасыз болған тырысуларда ғана тағайындайды екен. Балаңызда температура фонында тырысулар байқадыңыз делік. Болашақта қалай алдын аламыз? Осыны айта кетейін. Қызба басталған кезде градусникті алып аласыз қасыңызға және өлшеп отырасыз. Қызба көтерілгенде парацетамол свечасын 6 сағат сайын салып отырасыз. Жасына сай дозада береміз. Және бұл фибрильді тырысулардың алдын алып отырады. Дәрігер фибрильді тырысулары 1-ден жоғары ғана балаларда қысқа мерзімді, қысқа курстық тырысуға қарсы препараттарды ұсынуы мүмкін, тағайындауы мүмкін. Егер балаңызда бұрын-соңды температура фонында тырысулар болса, қайталанған жағдайда температурасы 37-ден жоғарылап жатса, онда 38-ді күтіп отырмаймыз. Сол жерде парацетамол свеча немесе таблеткасын, суспензиясын бересіздер. 6 сағат, тұрақты 6 сағатты ұстап отырасыз интервалды. Ол айтып өткендей тырысудың қаупін азайтады. Және бұл жерде болжам жақсы. Болашақта ол баланың миына зақым келтірмейді, баланың неврологиялық дамуына әсер етпейді. Көп ата-аналар сескенуі мүмкін, қорқуы мүмкін. Енді қалай болады? Әр температура көтерілген сайын осылай болып отыра ма деп сұрақтар туындайды. Және
жан жақты зерттеу жасаймыз деп баланы ары бері сенделтеді. Бірақ бұл жерде болжам жақсы. Бұл дәлелді медицина тұрғысында келтірілген. Тек қана температура көтерілгенде сақ болып, абай болып, градус текпей ғана өлшеп, дер кезінде көмек беріңіз балаңызға. Осы тақырыпты көтерейін деген едім. Өйткені бұл тақырып жедел жәрдемінде өте жиі кездеседі, өте жиі шақыртулар осы себептен болады. Және алғашқы көмекті қалай ұсынамыз деп білмей жатады. Сол үшін біле жүріңіздер деген ниетпен сіздерге айтып жатырмын. Пайдалы болса, өте риза боламын. Каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісе отырыңыздар. Сіздерде бұндай жағдай болды ма? Болса қалай шештіңіздер? Сау болыңыздар.